Мен айтарым, бүгін Адахан Кимсенбаевич, орысша айтайыншы, ты мне душу согрел. Ушунчама, ушундай жақшылық қылдың, ушу аталарыбыздың атын шығарғанға. Міне Жүсіп атаның қызы отырады мына Ленина. Бұл қыз 3 жашында емчекте қалған. Атасын білбейді. Көргенде емес, білгенде емес. Ошындай міне азыр уже 74-ке келді. Азыр шығып сөйледі ғой, Ленина Юсуповна. Қанша атасын ушунчама жанағы шығарған китептерін жинап, ошоның барын балдар білсе, жаштар білсе, қандай қиыншылықпенен қырғыздарды түптеп, илимді қылып кеткен Жүсіп ата. Жүсіп атаның көрбегені жоқ. Біздің, мен де 4 жашымда қалдым атамнан. Атамды елестебейм, білбейм. Ошо қазақтар алып кетіп, Қазақстанда чоңойғам. Бүгін көп сөзді айта албайым, бірақ та айтарым. Адахан, чоң иш жасап атасың, балам. Бұл қырғыздарды бүтін Қырғызстан қылып атасың. Ошоға аябай сүйініп атам. Бүтін Қырғызстан болсын. Қырғыздар еш уақытта бөлінбесін. Қырғыздар бейік ел. Қырғыздар абдан Құдайдың берген елі деп ойлаймын да мен. Құдайдың берген елі қырғыздар. Ошон үчүн мен айтарым, қымбатты туғандар, ушундай азыр мына партия жинал, баарыбызды жинап, баарыбызды бүтүн Кыргызстан кылып, баарыбызды биримизге көрсөтүп атат. Адахан, сиздин партияга, сиздин өзүңүзгө жакшылык кылайм, аман болгула, иштериңиз жакшы болсун, айнан жакшы бала экенсиң, Кудай берген бала экенсиң. Сага рахмат.